Бүгінгі заман ағымының күрделі екені бәрімізге айқын. Технологияның ғылым жетістіктерінің дамуы бүгінде көз ілеспестей қарқында өтуде. Күнделікті өмірде техногендік аппараттар, жол-көлік оқиғалары жиі болып тұрады. Оған қоса медицина саласында күрделі операциялар жасалады. Бұл кезде көбіміз онша елей бермейтін қан, кәдімгі қан зор рөл атқарады. Өткен айтылған жайттардың көбісінде көп көлемде қан жоғалту, оның орнын жедел түрде толтыру мәселесі тұрады. Сол кезде осыған тікелей қатысы бар мекеме облыстық қан орталығының ойымызға оралары сөзсіз. Енді әңгімені одан әрі өрбіту үшін сала мамандарымен болған телесұхбатты жалғастырайық. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректері бойынша жер жүзінде миллиондаған адамдар өмірі қан құю арқылы сақталады. Онымен қатар жалпы мынау қан құю кезінде сол қан арқылы тарайтын дерттерді де жұқтыру қаупі бар. Соған байланысты мынау қан қызметінің жалпы стратегиялық маңызы бар. Сонымен бірге мынау ұлт қауіпсіздігіне, ел егемендігіне қатысты сондай өзекті факторға айналып отыр. Осы енді біздің Қызылорда облысымызда қан қызметінде қызмет атқарып жатқан ұйымдардың бірі мынау облыстық қан орталығы. Біз 4-ші дәрежедегі қан орталығы деп есептелеміз. Жаңағы дайындалған қанның көлеміне қарай. Оған қоса 3 ауданда аудандық орталық аурухананың жаңағыдай ішінде қан құю бөлімшелері бар. Ол Арал, Қазалы, Жаңақорған ауданында. Қалған 4 ауданды осы мына қан өнімдерімен осы біздің облыстық қан орталығы қамтамасыз етіп отырады. Жалпы енді біздің осы қан қызметінің негізгі басты мақсаты ол мынау емдеу алдын алу ұйымдарын қан өнімдеріне тапсырыстарын дер кезінде соларды қамтамасыз етіп отыру және біздің беріп жатқан өнімнің сапалығы мен жаңағы соның қауіпсіздігін қамтамасыз ету біздің басты міндеттеріміз. Енді елбасы жыл сайынғы жолдауларында өздеріңіз де жақсы білесіздер, осы мынау денсаулық саласына көптеген тапсырмалар беріп жатады. Соның ең бастысы осы мынау біздің халқымыздың денсаулығының жаңағы қорғау мәселесі, сол жаңағыдай көрсетіп жатқан қызметтің сапасын көтеру жағдайына көптеген тапсырмалар беріп жатады. Осының аясында осы қан қызметіне байланысты 2008-2010 жылдарға қан қызметін жетілдіру жөніндегі шаралар туралы бағдарлама қабылданған үкімет тарапынан. Оған қоса кешегі мемлекеттік бағдарлама «Саламатты Қазақстан» 2011-2015 жылға жаңағыдай денсаулық саласын дамытуға арналған осы бағдарламаның шеңберінде біздің республика бойынша жасалған жұмыстар ғой. Но біздің тек қана Қызылорда осы облысының қан қызметін алатын болсақ, 560 миллионнан астам қаржы тұратын медициналық техникамен жаңағыдай жабдықтармен қамтамасыз етілді. Енді айтуға болады, біздің осы қан орталығын алатын болсақ, толық 100% біздің жабдықтар жаңаланды. Оның ішінде бұрын Қазақстанда ондай техника қолданылмаған техникалармен біз жабдықталдық. Айтатын болсақ, мысалы қанның құрамындағы вирустарды өлтіріп тазартатын аппарат алынды. Сосын мынау қанның ішінен тек қана бір қажетті бір жасушаларды алуға арналған аппараттар бар сондай. Біз енді науқасқа қандай өнім қажетті, соны ғана біз дайындаймыз. Облыстық қан орталығының жеке дербес мекеме ретінде жұмыс істей бастағанына жарты ғасырдай уақыт болып қалды. Содан бері мекеменің әлеуеті өсіп, оның материалдық техникалық базасы жақсарды. Орталық заман талабына сай қайта құрылды. Соның нәтижесінде сапалы және қауіпсіз қан дайындауға толық мүмкіндік бар деп айтуға болады. Сосын мынау біздер енді қан өнімінен көп жаңағыдай құрамдас бөліктерді дайындауға байланысты
ол бір контейнерден басқа контейнерге жаңағыдай ауыстырып отыруға сондай жағдайлар болады. Сол контейнерлердің түтіктерін стерильді түрде жаңағыдай дәнекерлеу. Соған сондай арналған арнайы аппарат бар. Оған қоса қазір біздерде үлкен модульдік камера бар. 2,5 тоннаға дейін осы адамның қанынан дайындалған плазманы сақтауға арналған сондай үлкен біздің камерамыз бар. Енді осы біздің осы қан қызметінде істейтін жаңағыдай әріптестерімізге келетін болса, қан орталығының өзінде 84-ке жуық 84 маман қызмет атқарады. Оның ішінде 12 дәрігер, 36 орта буын медицина қызметкері. Осы мамандардың дәрігерлердің арасында 50% дәрігерлеріміз жаңағыдай дәрежелері бар. Орта буын медицина қызметкерлерінің арасында 76%. Енді соңғы жылдары біздің саламызға көп жас мамандар келді, білікті. Соларды қазір осы біздің орталықтың жұмысын жаңағыдай дамуына өздерінің үлестерін қосып жатыр. Сол алдындағы атап кеткен бағдарламаның шеңберінде біздің мамандар Израильде, Ресейде, Польша елдерінде солардың осындай үлкен осындай қан қызметіне қатысты үлкен орталықтарда білімдерін жетілдіріп, сол жақтағы үйренгендерін, білгендерін кеп осына біздің жұмысымызда соның бәрін қазір біз енгізіп жатырмыз. Сапалы өнім өндіру үшін мамандардың өз саласында білікті болуы міндетті. Осындай жауапты тұстардың бірі донорларды іріктеу бөлімшесі. Бұл бөлімше донорларды жинақтау бөлімшесі. Донорлар жинақтау бөлімшесі неге жауап береді? Біз өзіміз Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау жаңағы министрлігінің бұйрықтары бойынша біз жұмыс жасаймыз. Келген донорлар енді бүгінгі таңда мінекей жаңа көрдіңіздер, бізде жаңағы медтіркеушінің орында жаңа донорлар отырып қан тапсырып жатыр. Сол жерде бізде өзімізде программа бар. Инфодонор деген, енді ол программа енді осы ақпараттық жүйе. Енді бүгінгі таңда бұл барлық облыстарда бар. Осы жүйе арқылы жұмыс жасаймыз. Өте қолайлы. Келген донорлардың бәрі мысалға өзіміздің осы Қазақстан Республика денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығы бойынша жеке куәлігімен қабылдаймыз. Обязательно. Төлік құжаты болмаса біз донорларды қайтарып жібереміз. Біздің жұмыс барысы 8:30-нан 1-ге дейін қабылдаймыз. Сол 8:30-нан 1-ге дейін келген донорлар тек қана төлік құжаттарымен қабылдаймыз. Жеке куәлігімен келгеннен кейін донорларда өзімізде медтіркеушілер бар. Донордың бір 27 сауалнамасы бар. Сол сауалнама арқылы олар сұрақтарға жауап береді. Өз ойын түсіреді. Жас кезінен бастап қандай аурулармен ауырды, есепте тұрды ма, тұрған жоқ па, бүгінгі таңда денесіне тату жасатты ма, тісін жұлдырды ма деген сұрақтар, жаңағы сары аурумен жаңағы қарым қатынаста болды ма деген. Сосын біздің енді ЖТС деген бар, ол СПИД. Сол жайлы не біледі ол қысқаша. Сол түсініктеме бойынша біле ме, білмей ме, соны я или жоқ деген сұрақтарменен жауап беріп, сол 27 сұраққа жауап бергеннен кейін ол донорлар бізде жаңағы өзіміздің инфодонорлық ақпарат жүйе арқылы қабылдай бастаймыз. Бұл ақпарат жүйеде не бар? Келген донорлардың бізде бұнда тізімі бар. Бүгінгі таңда бұл тізімде бізде жұқпалы аурулар ауруханасы бар, наркология диспансері бар, облыстық жеке аурулар ауруханасы бар, тері жіңішке аурулары бар. Сосын санэпидстанция қадағалау басқармасы бар. Сол жерлерде біз деген бір апта көлемде әр аптаның жұмасында біз тізімдер алып тұрамыз. Осы ауру кісілердің, сосын қарым қатынаста болған жаңағы сары аурумен тұрғандардың тізімдері бізде бар. Енді бүгінгі таңда біз енді бас бостандығынан айырылған кісілердің де тізімі бар. Сосын жезөкшелердің тізімдері бар бізде. Енді осы тұлғалар бізге келген кезде біз ол тұлғаларды как донор ретінде қабылдамаймыз. Ол кісілерді мысалға медтіркеуші жаңа келесі кабинет қабылдады ғой. Сол кезде жаңағы бізден базада шыққаннан кейін бізге дәрігерге жібереді. Дәрігерге жіберген кезде енді олар енді құпиялы түрде ол донорларға мінекей мынандай аурумен сен есепте тұрасың айтуға біз міндетті емеспіз. Тек қана олар бізге жаңағы кодымен жаңа медтіркеуші бізге телефон соғып айтады, сол бойынша түсіндірме жүргіземіз.
Алынған донор қанында жұқпалардың болмауы маңызды. Өйткені кейбір кеселдердің қан арқылы таралу, берілу қаупі бар. Сондықтан қан орталығында бұл бағыттағы жұмыс өз деңгейінде қойылған. Атап айтқанда, соңғы ғылым жетістігі қанды молекулярлы биологиялық зерттеу атқарылады. Донордың қан үлгілері инфекциялық маркерлерге тексерілуге жатады. Яғни бұл жаңағы тексеруді біз толықтай жабық типтік анализатор талдаушымен жүргіземіз. Бірінші екі әдіспен жүргізіледі. Бірінші әдіс иммунологиялық әдіс, иммунохемилюминесценттік талдау әдісімен жүзеге асырамыз. Яғни бұл талдау әдісі барысында бірінші алғашқы зерттеу, қайталама зерттеу және қорытынды зерттеуін жүргіземіз. Бұл адамның иммунды тапшылық вирусының антиген антиденелері, Б вирусты гепатитінің үстірт антигені, С вирусты гепатитінің антиген антиденелері және мерез қоздырғышының жалпы антиденелерін тексеруге жатады. Қан арқылы берілетін жұқпаларды қан тапсырушылар арасында тіркеу көрсеткішін төмендетуге, қол жеткізілгенін атап өтуге болады. Жалпы енді біздің қан орталығы осы мынау облыстағы емдеу алдын алу ұйымдарын осы қан өнімдерімен қамтамасыз ету үшін біз 500 литрден астам консервіленген қан дайындаймыз. Сосын сол қанды ары қарай өңдеуге жіберіліп, соған уже қажетті өнімдер дайындаймыз біздер. Бүгінгі таңда мысалы 2013 жылда алатын болсақ, біздің қан орталығына 8000-нан астам осы жергілікті тұрғындар қан тапсыруға ниеттеніп келген. Бірақтан оның бәрі донор бола алмайды ғой. Біз оны дәрігерлер тексереді, зертханалық зерттеулер жүргіземіз. Соның ішінен где-то 2000 адамдай қан тапсыруға жіберілмеді, әртүрлі себептермен. Енді мүмкін біреудің науқасы бар, біреудің оған енді арнайы біздің өздеріміздің бұйрықтарымыз бар. Сол бұйрыққа сәйкес қызмет атқарамыз. Енді 2013 жылы жалпы осы 6,5 мың адамдай қан тапсырды. Егерде бұны біздің көрсеткішіміз бар, 1000 тұрғынға шаққанда қанша адам кеп қан тапсырды деген кезде біздің көрсеткіміз 24-те 17 бүтін болып тұр. Республика көрсеткішін алатын болсақ, ол 17 болып тұр. Енді біздің тағы да айтып кететінім осы, біздің басты мақсатымыз осы мынау емдеу алдын ұйымдарынан біздерге сұраныс келген жағдайда соны дер кезінде уақытылы қамтамасыз ету. Керекті жағдайларда біздерде мысалы осындай кезекті бригада болады. Кейбір жағдайда мысалы бір көп қан қажетті болып, мысалы қорда қан жетпей қалатында да жағдай болады. Мысалы оның бәрін жоспарлау өте қиындау. Сол кездерде түн демей, күн демей, демалыс демей, біздің осындай кезектегі тұрған бригада осы жұмысқа келіп, я болмаса басқа жаққа барып, осындай қажетті қандарды дайындаймыз. Семей медицина институтының түлегі медицина саласында 40 жылға жуық еңбек етіп келе жатқан Еркебай Ілиясұлы басқаратын орталық мамандарының тындырымды жұмыстар бағытында ілгерілеушілігі байқалады. Мұнда жоғары санаттағы денсаулық сақтау саласын ұйымдастырушы ретінде орталық директорының еңбегі ерекше. Ол ұдайы ізденісте жүреді. Орталық жұмысын заман талабына сай жүргізуді одан әрі жетілдіру мақсатында шетелдерде болып, олардағы жаңа технологияларды мекеме жұмысына сәйкестендіру бағытында көптеген тірліктер атқарды. Соның нәтижесі ретінде Қызылорда облыстық қан орталығы республика бойынша алдыңғы қатардағы мекеме ретінде есептеледі. Клиника биохимиялық зертханасында бізде донорларға биохимиялық зерттеулер, ол айылды сарып нәтижесін анықтаймыз. Ол жақта біріншілік қан тобын және резус тестінің кел антиген, гемоглобин көрсеткішін анықтаймыз.
Түстен кейін біз жаңағы донорларды қан тобын жаңағы түбегейлі зерттеу жүргізіледі. Олда да жаңағы қан тобын жаңағы Биорат компаниясының гельді карточкаларында қан тобын анықтаймыз. Және де антиэритроциттік антидене скринингін анықтаймыз. Резусы теріс донорлардың жаңағы фенотип көрсеткіштерін анықтаймыз. Жұлдыз Ержан қызы басқаратын зертхана жұмысының да қан дайындау үдерісіндегі алар орны ерекше. Зертхананың мүмкіндігі мол және алдағы кезде заманауи тексеру зерттеу әдістерін енгізу ұдайы жүргізілетін болады. Донордың қан үлгілері инфекциялық маркерлерге зерттеу жүргізіледі. Ол екі әдіспен жүзеге асады. Бірінші иммунологиялық әдіс. Ол әдісте бірінші скринингтік әдіс, екінші әдісі қайталама зерттеу, үшінші растау зерттеу қойылады. Екінші, бұл әдісте толықтай автоматтандырылған жабық жүйедегі талдауыштармен іске асады. Екінші әдісіміз молекулярлық биологиялық әдіс, мультиплекстік тесттеу әдісімен жүргізіледі. Бұл зерттеуде АИТВ инфекция 1-2 типті инфекциясының және С вирусты гепатитінің РНК-сының бар болуына және В вирусты гепатиттің ДНК-ның бар болуына зерттеу жүргізіледі. Донордан қан үлгілері бір реттік вакуумдық жүйеме сынауықтармен алынады. Ол сынауықтар центрифугалаудан айналымнан 3000 жаңағы оборотты айналымнан өткеннен кейін осы жабдықтарға зерттеу жүргізілуге салынады. Зерттеу нәтижелері бірінші кезеңде теріс нәтиже берген зерттеу қорытындылары донордың қан үлгілері екінші кезеңмен зерттеу жүргізілуге жатады. Қан қызметі жедел жәрдемнен де жоғары тұратын сондай сала. Қандың өзіне келетін болса, қан ол ешқашанда дүкеннің сөресінде сатылмайтын, ешқандай баламасы жоқ, альтернативасы жоқ дейді ғой. Сондай зат бұл. Бұны тірі адамнан, тірі мінекей келіп тұратын донордан тірі адамнан алу керек. Қажетінше алынып, қажетінше жасақталып, ол осы жерде бізде осы орталықта тұру керек. Қан орталығы бойынша емдеу ұйымдарына 2013 жылы жіберілген эритроциттері бар ортаның 922,3 литрі немесе 99,6% лейкосүзгіден өткізіліп жіберілген. Сондай-ақ оларды карантиннен өткен және вирустан тазартылған жаңа мұздатылған плазмамен 100% қамту жолға қойылған. Соңғы жылдарда біздің Қызылорда облысымызда медицина саласы жалпы дамып келе жатыр. Қазір біздерде жүрекке операция істеп жатыр көптеген. Соған байланысты осы соңғы жылдары біздің қан өніміне сұраныс шамалы болса да көтерілді. Енді жалпы бұл қан орталығы бұл өзінше бір жатқан үлкен бір өндіріс деп айтуға болады. Есіктен донор кіргеннен бастап анау жақ экспедиция деген бөлімшеден қан өнімі шыққанша осындай үлкен жаңағыдай өндірістік тізбек бар. Соның әр сатысында осы мынау өнім сапалы болу үшін, жаңағыдай дайындалған өніміз қауіпсіз болу үшін жаңағы әр маманның өзінің қызметтік міндеттері бар, соны атқарып жатыр. Енді осы мынау біздің қан қызметінің жұмысының жаңа сапалы болуына, осы мынау біздің республика деңгейде көрсеткіштеріміздің жақсы болуына, осы қан орталығында көптеген білікті мамандар қызмет атқарып жатыр. Атап өтетін болсақ, ол мен орынбасарым Боранбаева Баян Рүстембек қызы, жоғары дәрежедегі дәрігер. Донорлық жинақтау бөлімшесінің меңгерушісі Ермағамбетова Рыскүл Кенесары қызы, бұл да дәрігер, жоғары дәрежелі маман. Біздерде енді мынау сапаны бақылау бөлімше бар. Сол бөлімшенің меңгерушісі Калиева Айжан Өтеген қызы. Тағы да көптеген осындай біздерде білікті жақсы мамандар бар. Мынау бір айта кететін жағдай, былтырғы жылы осы мынау жол картасы шеңберінде біздерге жергілікті бюджеттен қаржы бөлініп,
автоматтандырылған компьютерлік жүйе орнатылды қан орталығына біздерге. Ол жалпы мынау кірген донордың жаңағыдай есебін жүргізеді, дайындалған өнімдердің есебін жүргізеді да, соның бәрін жаңағыдай іріктеуіне үлкен көмегі бар. Осы мынау жалпы мынау донорлардың іріктеуінде, дайындалған өнімнің сапалы өнімнің іріктеуіне сондай үлкен көмегі бар, бұл үлкен бағдарлама. Міне бүгінгі телехабарымыздың арқау болған облыстық қан орталығының тыныс-тіршілігі осындай. Орталық алдағы кезде де өнім өндіретін кәсіпорын ретінде негізгі өнімі қан мен оның құрамдас бөліктерінің сапалы да қауіпсіз болуына жете мән берілуін жалғастырады. Ол үшін кәсіпорын өз алдына мынадай мақсаттар қоюда. Өнімді сапалы халықаралық стандарттарға сәйкестендіру, халықаралық стандарттарға сай ISO 901-2009 сапалы менеджмент жүйесін енгізу, ерікті донорлықты барынша кеңінен насихаттау және тағы да басқа шаралар. Өз тарапымыздан біздің қосарымыз орталық жұмысына жемісті тірліктер тілейміз.